Оразғали қызы Төлеуғали Қожақова Таня анамызды еске алып, жатқан жері жарық, жайлы, топырағы торқа болсын дейміз. Анамыз Таня 1936 жылы 3 қазан күні Шығыс Қазақстан облысында Лениногорск, яғни Риддер қаласында Оразғали мен Шарбанның отбасында дүниеге келген. Анамыз сол Риддер қаласының медицина оқу орнын бітірген. Панфилов ауданы, Суан жері, Айдарлы ауылының Ақша еліне келін болып түсіп, Ғиса әкемізбен бірге жарты ғасырдан асқан жылдар бойы өнегелі өмір сүріп, 5 бала өсіріп тәрбиеледі. Өнегелі келін, мейірімді ана, адал жар, жақсы маман иесі болды. Бар өмірін, адам өмірін арашалау, яғни медицина саласына арнады. 1 жыл болды анамның кеткеніне. Мініп кеттау оралмас кемесіне. Қайран анам кетігінде кемінде құрап жамап білдіртпедің біздерге. Ақылыңды сағындық жан анашым. Жетімдіктің біз түсіндік бағасын. Тұяқтарымыз сүрініп ренжіткенде жаза алмадым жүрегімнің жарасын. Ұйтқы болған біздерге шіркін анам, өзен болсам болдың ау менің дариям, барамын ау ұқсап енді мен саған, жүрегімнің сағынышын қалай ғана баса аламын. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі Таня тәтені еске алу дастарханына жиналып отырған осы әулеттің құда-құдағилары, жекжат жұраттары, туған туыстары, ауылдастары және балалары. Артыңда пұл қалғанша ұрпақ қалсын деп халқымыз айтқандай, Таня тәтемнің алтындай ұл қыздары ақ дастарханын жайып, ағайынға қамқор, бауырға мейірімді, жайсаң да жайдарлы, еліне елеулі, халқына қадірлі болған аналарын еске алып отыр. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық дегендей, осы әулетке келін болып түскенімде, үлкен апалар мен әжелер ырым қылып менің бетімді осы Таня тәтеге ашқызған еді. Таня тәтем менің отбасым үшін және мен үшін өте қадірлі, үлгілі адам болған. Мен үшін әрбір қиыншылықта да, қызығында да менімен ортақ болып, ақылын айтып, әр уақытта бағыт сілтеп отырған. Берекеті мен дәулеті кетпеген Ғиса аға екеуінің шаңырақтары ырыстың бұлағы болып, үбірлі-шүбірлі, дүбірлі болып, алтындай ұл қыздарын тәрбиелеп, қызын қияға қондырып, немерелерінің бақытына бөлене білді. Сол кездегі әулетіміздің үлкен ата-апалары Таня тәтемді дәрігер келін деуші еді. Себебі Айдарлы ауылында дүниеге келген қанша сәбидің кіндік анасы бола білсе, сол ауылдың тұрғындарының денсаулығына ерекше мән беріп, емшісі болып, солардың құрметіне бөлене білді. Өмірден озған асыл анамыздың жатқан жері жарық, жайлы, топырағы торқа, жаны жәнетте болсын, иманы жолдас болсын, артына майын шашын демекпін. Уақытысында аналарына шуақ болып, әкелеріне қуат болып, жүрген бүгінгі еске алу дастарханын ұйымдастырып отырған Ғиса аға мен Таня тәтенің ұл қыздары сіздерге Алланың нұры жауып, таусылмайтын бақыт, сөнбейтін шырақ, әр қашанда орындалар арман берсін. Сағынышпен осы әулеттің келіні Таня тәтемнің ең жақсы көретін келіндерінің бірі Жұмагүл Оңалбай қызы. Бір шаңырақта 3 абысын болдық. Үлкеніміз Таня апай мына енді тату өмір сүрдік. Ол кісі енді мынау ауылымызда
қалада бүкіл бәріне сыйлы болды. О дүниеге аттанғалы бері міне жарты жыл болып енді сағынып еске аламыз. Артындағы бала шаға өсіп өне берсін, бәріміз аман болайық. Еске алып отырамыз о кісіні. Тек қана жақсылық болсын, аспаны балалардың ашық болып, балалардың ойнап күліп, дастархан арқасында тойға жайлауға Құдай нәсіп етсін. Өмірінің соңына дейін ибалы келін, адал жар, ардақтана асыл әже, құрметті ене сыйлы құдағи болумен қатар бір әулеттің шаңырағын шайқалтпай, өрсін кеңейтіп, абыройын өсіріп келген құдағиым Таняға әрдайым ризашылықпен еске алатынымды ескерткім келеді. Мен Таняны 30 жылдан бері білем. Айдарлыға барғанда 30-ға да толмаған кезім еді. Содан бері таныған сыйласым менің. Құрдасым, сырласым болып келген Таня. Ауырған кезде емшім болып келген Таня. Әзір менің құдағиым. Осы Таняның арқасында көгеріп көктеп отырмын. Үлкен үй, әлгі ханның үйі болмаса да хан түсетін үй сал деген. Менің балам осы Гауһардың арқасында, келінім Гауһардың арқасында хан түсетін үй салып отыр. Сол үйде ханша болып отыр, ханшайым менің Гауһарым осы Таняның арқасында. Қайда осы семьям, жанұям кеңейіп, Таня мен Ғисаның балалары өз баламдай етене сыйласып кеттік. Қайда болса да қимаймын. Бүгінгі қабыл болсын, мынау шақырған қонақтарыңыз ризашылықпен қайтсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Көп нәрсе айтуға болатын еді, бірақ көңілім қобалжып отыр. Жаныңа жақын адамды жоғалту әрине қиын ғой. Кейде үндемей, сырт жағың үндемей отырса да ішің айғайлап жылап тұратын кез болады. Ол кім деді? Жаныңа жақын адамды жоғалтқанда адамның жүрегін қозғайтын сөзді ешкім ешқашанда ойлап таппаған шығар. Елімізге сыйлы Оразғали қызы Төлеғали апамыздың өмірінен қайтқанына 1 жыл уақыт өтті. Ол кісі біздің медицина саласында өзінің өмірінің 40 жылдан астам уақытын осы халыққа қызмет етуге арнады. Халықпен тығыз байланыста болды. Сол кісілерге қызмет көрсете отырып, жүздеген балалардың кіндік шешесі болды. Мыңдаған адамдарға көмек көрсетіп, жедел жәрдем фельдшері қызметінде жүргенде алғашқы көмегін көрсетіп, ажал аузынан алып қалды. Төлеғали апамызды біз көбінесе Түйет Таня деп атаушы едік. Ол кісі өзінің жұмысымен қатар өзінен кейінгі жас мамандарға медицинаны үйретті. Сол кісілердің ұстазы болды. Өзінің маманының жақсы көрді. Өз маманның кісі болды. Ол кісі тек қана жұмыста ғана емес, үйде де жақсы жар, абыройлы семья, балаларына ана, немере шөбелеріне әже болды. Енді қазіргі күнде ол кісі арамызда жоқ. Енді бұған да шүкіршілік айтуға болады деп ойлаймын. Себебі ол кісі балалардың бақытын, немерелерінің қызығына кенелді. Өзінен кейін ұрпағы қалды. Түйет Таняның осы медицина саласында
істеген қызметі үшін көптеген грамоталармен наградталды, еңбек ардагері атанды. Біз ол кісіні әрқашан есімізде сақтаймыз, ұмытпаймыз. Біз Тайын тәте, Ақмат тәтемен арасында өте тату-тәтті сыйластықта болдық. Мен сол Айдарлы мектебінің оқушысы кезінде есімде қалғаны. Ғиса ағамызбен Тайын тәтеміз ел қызығатындай екеуі үйлесімді өте жақсы үлгілі семья болатын. Өздері жаңадан оқу бітірген, өздерін мықты білетін жас мамандар. Ағамыз ауылдың беделді бухгалтері, ал Тайын тәтеміз ауылымызда белгілі дәрігер. Әрбір ауырған кісінің қасынан табылатын. Үлкен кісі болсын, жас бала болсын, күн демей, түн демей қасында болып, емдеп, дәрілеп, көмек көрсететін. Осылай Тайын тәтеміз халыққа еңбегі сіңген ардақты тәтеміз еді. Ағамыз бен тәтеміз екеуі жап-жас, достары көп, өздері қатарлас. Бәрі білімді, мәдениетті, әрқайсысы өз ісін жақсы білетін, ауылдың бір бұрышын ұстаған жас мамандар. Кейін кезде байқап қарасам, ауылға мәдениет алып келген сол заманның нағыз алдың қатарлы интеллигенциясы екен сол аға тәтелеріміз. Біз сол кісілерге қарап қызығатынбыз. Киген киіміне, жүріс-тұрысына ұқсағымыз келіп, сол кісілерге қарап бой түзеп өстік. Кейінгі кезде ағамыз көп ауырып, көп жылдар бойы төсек тартып жатып қалған кезінде Тайын тәтеміздің еңбегі өте зор болды. Ағамызды бағып қағып, күн демей, түн демей, шыдамдылықпен, имандылықпен өте жақсы атқарды. Алла разы болсын. Міне осылай Тайын тәтеміз адал жар болды. 5-6 баланы өсіріп, жеткізіп, немере шөбере сүйіп, асыл әже болып өмірден өтті. Бүгін мінекей Тания апамызды еске алып жатырмыз. Тания апамыз Айдарлы ауылының халқына көптеген жылдар бойы қызмет атқарған ақ қалатты абзал жан. Көптеген балаларға кіндік ана. Және де осы менің әке-шешемен де жақсы сыйласып араласқан. Панфилов ауданының алдыңғы қатарлы ақ қалатты абзал жандары десем болады. Бұл кісінің бойындағы жақсы қасиеттерді атап айтып кетейін. Өте адамгершілігі мол, қайсар, өжет, төзімді, және де жұмысына өте ұқыпты, тиянақты, жауапкершілікпен қараған. Осындай қасиеттері менің де бойымда бар. Мен өте қатты қуанамын. Өйткені Тания апа менің кіндік анам. Мінгені пырақ, ұстағаны шырақ. О дүниенің рахатын көрсін. Жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын. Барлығым, тұңғыш қызым, Гаухарым, бала-шағасымен, Темірланымен, Айдана келініменен, Арина қызымен, Жасулан күйеу баласымен, барлықтары Құдай амандығын берсін. Гүлнар қызым, бала-шағасымен, Ержан, Ақзер, Әйгерім жаным, Әсел, Еділ, бүгін күйеуге аттанды Әйгерім. Құдай жақсылықпен шығарып салды. Барлықтарыңыз аман болыңдар, тату-тәтті өмір сүріңдер, жұмыстарын алға бастың, ауырмаңдар, ауыз бірліктерің жақсы болсын, бір-бірлеріңе тату-тәтті өмір сүріп, бір-бірлеріңе ақыл айтып, Құдай денсаулық берсін сендерге. Жұмыстарың алға бастың, Құдайым. Бала-шаға аман-есен болсын, Сәулешін бала-шағасымен, әдебиінен, салтанат, кішкентай немерелерімен, ержатайымен, барлықтары аман-есен болсын. Ардағым бала-шағасымен Гүлжан, Жанна, ана жақтарымжан,
Барлықтарың аман есен болыңдар. Жұмыстарың алға бастың. Құдай жақсылық берсін. Тату тәтті өмір сүріңдер. Ауырмаңдар, сырқамаңдар. Енді Қанат, Ардақ бала шағасымен. Бұлтуар, Мейіржаным, Мағжаным, Жанботам, кішкентай жібегім. Барлықтар мен тұрып жатқан кенже баламның үйіне. Барлығы аман есен, денсаулықтары жақсы болсын, Құдай амандығын берсін, Құдай денсаулығын берсін, жұмыстары алға бассын, кішкентай жібектер әйбет өспесін. Құдай батамды берем. Құдайың оңдасын, оң жолға бастасын. Айдан аман қылсын, тұрған есен қылсын, пәлеңнен жалаңнан сақтасын. Қауіп қатерден сақтасын, жол апатынан сақтасын. Бала шағаның үйдегі сүйде, түздегі түзде, Құдай амандығын беріп, жақсылығын беріп, істеген жұмыстар алға басып, тек қана ауыз біршілік амандық болсын. Барлықтарын жақсы араласып, жақсы бірінге бір барып қалдарыңды сұрап, жақсы өмір сүріңдер. Барлықтарыңа денсаулық берем, амандық берем. Өсіп, өніп, оқуларыңды жақсы бітіріп, жақсы қызметкер болыңдар, адал өмір сүріңдер. Бір-біріне инабатты, үлгілі болыңдар. Құдай жақсылық берсін, амандық берсін. Құдайым 100 жасаңдар. 100 жасаңдар. Құдай батамды, Құдайым естіп, сендерге Құдай жақсылық берсін. Құдайым оңдасын. Құдайым оң жолға бастасын. Құдай амандық, денсаулық барлығына берсін. Жақсы өмір сүріңдер. Алла